Баршаңызға сәлем, сіздермен Ұлданай. Сіздермен бүгін қытырлақ қаттама жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыз. Және де менің каналымда көптеген рецепттердің түрлері бар. Барлық видеомды көріп шықсаңыздар болады. Ұнайды деген сенімдемін. Ал біз қаттамамызға кірісейік. Бізге қажетті су, ұн, аздап тұз керек. Барлық ингредиентімізді қосып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. 15 минутқа қалдырып, қамырымызды қайтадан бір илеп, демалтып аламыз. Демалған қамырымызды осылай зуала қыламыз, 2 зуала. Зуаламызды жасап болғаннан кейін ақырындап қамырымызды жаюды бастаймыз. Қаттаманың қамыры тура самсаныкіндей болып шығады бізде. Қатпарлы, қытырлақ, дәмді. Міне осылай жақсылап қолымызбен жайып аламыз, шамал үлкейгенше. Одан кейін оқтауымызды алып, оқтауменен жұп-жұқа жаямыз да, үстіне еріген майымызды жағып, отта ертеміз майымызды. Үстіне жақсылап жайып, осылай бұрап, орап шығатын боламыз. Орап болғаннан кейін қамырымызды бірден бөліктерге бөліп, табамызға 1-2 ас қасық сұйық майымызды қыздырып, екі бетін жақсылап қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығатын болады. Дәл осы рецептпен жасасаңыздар, өте оңай болады әрі. Міне, кішігірім бөліктерімізге бөлеміз. Достар, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерден қолдау күтемін. Өте қытырлақ болып шығады. Дастарханыңызға ұсынсаңыз болады. Бірде-біреуі қалмайтынына сенімдімін.